Жаңа қазақ әліпбиіне негізделіп жасалған жаңа IT жобалар. Соның бірі қазылатын.kz ұлттық порталы. Онда латын негізді әліпбиге көшу барысы жайындағы барлық деректермен танысуға болады. Олар жаңа емле ереже, әріптердің таңбалануы мен жазылуы және дұрыс дыбысталуын тыңдау. Басты бетте латын графикасын үйретуге арналған қосымшаларды жүктеу жолдары да көрсетілген. Ал порталдағы қазылатын көпфункционалды конвертінің көпшілікке көмекші болары анық. Арнайы бағдарлама электронды мәтінді кириллицадан латын графикасына және төте жазуына, сондай-ақ керісінше аударуға мүмкіндік береді. Ол үшін дайын мәтінді көшіріп салу немесе бетте жаза отырып, ілеспе сәйкестендіру қызметін пайдалана аласыз. Ең бастысы, конвертер мұның қай-қайсына да тез және дұрыс жүзеге асырады. Мәселен, электрондық 50 беттік мәліметті аударуға 1 секунд жеткілікті. Осылайша 784 беттік Әлихан Бөкейхан энциклопедиясын 15 секундтан соң латынша оқуға еш кедергі жоқ. Ал мемлекеттік тілге арналған веб және IT инфрақұрылым құру бойынша сөздікқор.kz порталы әзірленген болатын. Ол салалық сөздіктер мен энциклопедиялардағы сөздер мен тұрақты сөз тіркестерін, қазақ тіліндегі көне сөздерді, кірме сөздерді, аймақтық және ақпараттық технологиялардың даму кезеңіндегі жаңа технологиялық сөздердің мағынасын түсіндіретін платформа. Қазірдің өзінде онда 306 мыңнан астам сөз бар. Сөздік қордың іздеу жүйесі арқылы сөздердің дефинициясын, синонимін, антонимін, амонимін, фразеологиялық тіркесте немесе сөйлем ішінде қолданылуын бір жерден таба аласыз. Сонымен қатар порталдың iOS, Androidқа арналған мобильді қосымшалары мен Телеграмда бот қосымшасы әзірленген. Busuu, Duolingo, Memrise сынды тіл үйретудегі танымал халықаралық әдістемелердің баламасы ретінде Тілқұрал.kz веб-сервис әзірленуде. Бүгінгі таңда A1 қарапайым деңгей қолданысқа еніп отыр. Әрбір сабақ грамматика, тыңдалым, оқылым, аударма тапсырмаларынан тұрады. Пайдаланушы оны аяқтағаннан кейін өзін-өзі тексеруіне де болады. Сондай-ақ портал пайдаланушылары латын графикасындағы қазақ әліпбиі мен жаңа емле ережелерін үйрену, жазу және оқу дағдыларын қалыптастыруға арналған қысқаша курстан өте алады. Келесі жобада электронды жүйеге негізделген. Тек мақсаты өзгешелеу. Ол ұлттық терминологиялық қорды толықтыруды көздейтін платформа. Басқаша айтқанда, термин сөздерді талқылайтын жаңа алаң. Қатысушылар ұсынылған терминдерге қатысты өз ойларын осы арада білдіре отырып, уәжді пікірі мен дәлелді ойларын, терминдердің қазақша баламаларын орналастырала. Осылайша ғылыми ұғымға айқын анықтама беретін, оның мағыналық шегін дәл көрсететін терминдер бекітілуге дейін мүдделі тараптар арасында бір сүзгіден өтеді. Сондай-ақ iOS, Androidқа арналған ойын түрінде жасалған 5 мобильді қосымша әзірленеді. Онда бірнеше сатыдан тұратын тапсырма берілген. Ойыншы белгілі уақыт аралығында тиісті сөздерді табу арқылы келесі кезеңге өтеді. Мақсат ойын арқылы қолданушыларға жаңа әліпбиді үйрету, сауатты жазу дағдысын қалыптастыру. Қосымшаның екеуі ересектер, үшеуі балаларға арналған. Селтең сері. Бұл 3D графикамен жасалған толық метражды анимациялық фильм. Ондағы кейіпкерлер шытырман оқиғаларға тап бола отырып, туған жерді сүю, отанды қорғау, достық пен сенім, ауызбіршілік сынды жақсы қасиеттерді үйренеді. 70 минуттық отандық өнім қазақ тілінде дубляждалған. Көрермен анимациялық фильмді қарай отырып, жаңа әліпбиді де үйрене алады. Өйткені фильмде толығымен латын негізді әліпбимен субтитр берілген. Ал әліпбиді білмейтін балақайлар үшін 5 минуттық IQ DOS анимациялық фильм әзірленді. Ол да 3D графикасымен жасалған. Өнім балалардың жаңа әліпбиді үйренуіне, оқу жазу дағдысын қалыптастыруға бағытталған.